Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірінші жасағаннан дәмді болып шығатын сүтті қыз тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен видео соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен жұмсақ сары майымызды ыдысымызға салып, үстіне жұмыртқа саламыз. Содан соң сгущенка құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнға қопсқыш салып, жаңағы сұйық массамыздың үстіне салатын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Торттарымызды пісіруге осындай қамырымызды жабысып қалмас үшін поклан қағазын пайдаланамыз. Мен қағаздарымды бөліп дайындап алдым. 24 диаметрлік формаға осылай құйып қағаздарымызға орналастырамыз. Шамамен бір кожға 2,5-3 ас қасықтай тең қылып бөліп саламын. Осылай қамырымызды ортасында шетінде біркелкі қылып тегістеп жағып аламыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 6-7 минут сарғайғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкемізді шамалы қойылғанша миксерлеп, үстіне сахарный пудра және творожный сырымызды қосамыз. Жақсылап тағы да қойылғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Менде жаңағы қамырдан 6 корж шықты. Дайын болған корждарымды осылай кольцомен кесіп аламын. Болмаса тарелканың көмегімен жандарын кесіп алсаңыздар болады. Немесе солай да кеспей жасай берсеңіздер болады. Енді корждарымызға кремімізді жағып бастаймыз. Осылай барлық корждарымызға кремімізді тегістеп жағып аламыз. Міне мен кремдерімді жағып алдым. Енді 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді торттарымызды әсемдеу үшін вафельный крошка жасаймыз. Сіздер жемістермен немесе шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Жұмсақ сары майымызға осылай сахарный пудрамызды салып миксерлейміз. Содан соң үстіне ақ уызымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Содан соң үстіне ұн салып біркелкі болғанша тағы да миксерлейміз. Енді осы дайын болған массамызды пергамент қағазы төселген формаға осылай жұқалап жағып, 160 градуста шамамен 6-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне бізде осылай қызарып пісті. Енді осы крошкамызды үгітеміз. Тортымызды кольцодан босатып алып, сосын жаңағы осы крошкамызды үстіне, содан соң жанына себетін боламыз. Міне біздің жұп-жұмсақ, өте дәмді сүтті қыз тортымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.